Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, үлпілдек болып шығатын кекстің рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Кексті жасау үшін құрамына 4 жұмыртқа, 1 стакан қант, оны жақсылап миксермен араластырып аламыз. Жұмыртқалы массамыздың үстіне ерітілген сары май, 1 стакан ұн, жарты стакан крахмал, кукурузный немесе картоп крахмалын қосуға болады. 1 шай қасық қопсытқыш ванилинді қосып, барлығын миксермен бір массаға келгенше дейін араластырып аламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді біз арнайы кекске арналған формаларға 1,5 қасықтан құйып шығамыз. Кекстерімізді 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің кекстеріміз дайын болды. Егер де рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыз.